Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Жақанша Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж экономика негіздері пәнінен 4-ші курс студенттеріне арналған қысқаша бейне сабақ. Тақырып: бәсекелестік және монополиялар теориясы. Оқытушы: Дүйсенгалиев Мереке Камилович. Бәсеке, латынша конкуррері, бір жағынан іс-қимыл жасайтын салада ұнамды нәтижеге жету үшін жүріп отыратын экономикалық жарыс, шаруашылық жүргізудің қолайлы жағдайына ие болады. Өндірушілер арасындағы бәсеке бір-бірімен нарықты тауар ұсынысы мен бағаны белгілеу жайлы өзара қатынасы. Ал тұтынушылар арасындағы бәсекені нарықтағы бағаны, сұраным көлемін қалыптастыру жайлы өзара қатынастар ретінде анықталады. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі мына факторларға байланысты. Кәсіпорын өнімдерінің сыртқы және ішкі нарықта бәсекеге қабілеттілігі, өндірілетін өнімдердің түрлері, нарықтың сыйымдылығы, саланың, аймақтың және елдің бәсекеге қабілеттілігі, кәсіпорынның қаржылық жағдайы, кәсіпорынның өзінің ғылыми зерттеу шығындар деңгейі, өткізу тараптарының болуы, техникалық қызмет көрсету жағдайы, өткізуді ынталандыру құралдары мен жарнаманың ықпалдылығы, негізгі сатып алушылардың төлем қабілеттілігі, ақпаратпен қамтамасыз етілуі. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын критерийлер: маркетингтік қызметтер потенциалы, ғылыми-техникалық потенциал, өндірістік технологиялық потенциал, қаржы-экономикалық, кадрлық потенциал, өткізуді ынталандыру құралы мен жарнаманың тиімділігі, материалдық техникалық қамтамасыз етілу, өнімді сақтау, тасымалдау, қораптау жағдайы, сервистік және кепілдік қызмет көрсету деңгейі және тағы басқалар жатады. Жетілген бәсеке нарығы шарттары: жеке фирманың өндіріс мөлшері елеулі болмайды және ол сол фирма сататын тауардың бағасына әсер етпейді. Әр өндірушілер сататын тауарлар біртекті болады. Сатып алушылардың баға туралы ақпараты толық болады. Егер біреу өз өнімінің бағасын көтерсе, онда ол сатып алушыларынан айырылады. Сатушылар өзара баға туралы келісім жасаспайды және әрекеттерін бір-бірімен келіспей жеке жүргізеді. Өндіруші фирмалардың салаға кіруі мен шығуына жол ашық болады. Нарықтық бәсекенің артықшылықтары: қоғамға қажет тауарларды өндіруде ресурстарды тиімді пайдаланады. Тез өзгеріп отыратын өндіріс жағдайларына икемді болады. Тауарлардың жаңа түрлерін жасау саласына жаңа техника мен технология енгізеді. Өндірісті ұйымдастырып басқарудың жетілген әдістерін қолдануға, ғылыми-техникалық жетістіктерді ұнамды пайдалануға жағдайлар тудырады. Өндірушілерді көп түрлі қажеттіліктерді қанағаттандыруға, тауарлар мен қызметтердің сапасын жоғарылатуға мақсат қояды. Нарықтық бәсекенің кемшіліктері: ұдайы өндірілмейтін ресурстарды орман, жер, флора, фауна, табиғи қоймалар сақтауға көмектеспейді. Қоршаған ортаға қорғауды негативтік бағытта болады. Ұжымдық тауарларға бағытталған тауарлар мен қызметтер жол, қоғамдық көлік өндірісінің дамуын қамтамасыз етпейді. Фундаментальдық ғылымның шаруашылықтың көп элементтерінің дамуына жағдай жасамайды. Еңбек, табыс, демалу құқықтарына кепілдік бермейді. Әлеуметтік әділетсіздік пен қоғамның байлар мен кедейлерге бөлуіне бөгет жасайтын механизмдері жоқ. Монополия. Монополия термині грек сөзі монос, бір, полио, сатамын. Сөзбе-сөз мағынасы тауардың жалғыз сатушысы деген ұғым береді. Монополизмнің негізгі көрсеткішіне монополиялық баға және монополиялық пайда жатады. Фирманың қарамағында сирек кездесетін ұдайы өндірілмейтін ресурстары болса, оны монополистік болмысы табиғи болады. Монополия типтері: монопсония, белгілі тауарды сатып алуға жалғыз сатып алушының монополисі болуымен сипатталатын нарық құрылымының типі. Олигопсония, белгілі тауарды сатып алушы топтары болатын нарық құрылымының типі. Осылар сатып алуын шектей отырып, сатушы табыстарының есебінен өздеріне монополдық пайда түсіреді. Олигополия, бұнда бірнеше ірі фирмалар өнімнің басым көпшілігінің өндірісі мен сатуын монополиялап алады және бір-бірімен көбінесе бағалық емес бәсекеде болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау жүріңіздер.